келдің бе деп күтіп алғаннан кейін, бүкіл сыйлықтарын алғаннан кейін, қуанғаннан кейін Амр ибн ас өте ақылды адам болған ғой. Бағанағы айтқандай уәзірлердің бәрін майлап, уәзірлер бұның сөзін сөйлеп, осылай бізге елімізге қайтар деген кезде жандағы уәзірлер я деген кезде лә деп бағанағы айғай салады. Нәжаши мені әділ патша деп айтқан адамның хатымен келді бұл кісілер. Мен ешқашанда әділдіктен таймаймын. Бір жақтыған өкім шығарып, бір жақтыған адамдарды қайтарып жібермеймін. Мен міндетті түрде анау кісілерді шақырайық. Ол кісілердің әңгімесін тыңдайық. Олар не дейді? Кәдімгідей осы жерде үлкен құрылтай жасайық, комиссия құрайық. Сонымен барып бола ма, болмай ма, сол кезден барып шешейік деп. Сөйтіп барып мұсылмандарға жеткізеді. Мұсылмандардың ішінде олар барып ақылдасады. Сол кездегі Жафар ибн Абу Талиб бастаған топ біз не істейміз деген кезде біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйреткен нәрселерін ғана айтайық. Одан артық нәрсе айтпаймыз. Және бір ауыздан келісейік, біздің арамыздан бір ақ адам ғана сөйлесін. Біздің арамыздан Жафар ибн Абу Талиб ғана сөйлесін деп айтады. Сөйтіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларын не көстейміз? Нәжашимен кездеседі. Сөйтіп, құрылтайын жасаған кезде Нәжаши бірінші сұрау айтады. Кім бірінші сөйлесін деген кезде Жафар ибн Абу Талибқа бірінші қызық мынандай нәрсе болады. Ол жердің заңы бойынша Нәжашидің алдына келген адамдар сәждеге бастарын қояды екен. Кез келген патшаға келген адамдар не істейді? Сәждеге бастарын қояды. Бұл келген адамдар сәждеге бастарын қоймайды. Бағана Амр ибн Астардың бәрі сәжде қойып отыр. Бұл келген кісілер ассаламу алейкум дейді да жай ғана тік тұрып тұрады. Сол кездегі Нәжаши ол да бүйтіп бағанағы өзін менсінбеген секілді көзі қарасы өзгере бастайды мұсылмандарға. Сонымен мұсылмандарға келіп айтады. Сендер бірінші сөйлейсіңдер ма? Мынау келген мүшрик, Меккеден келген Құрайыштар бірінші сөйлей ме деген кезде Нәжаши айтады. Сендер бірінші сөйлеңдер деп кімдерді көрсетеді? Бағанағы сахабаларды көрсетеді. Сөйтіп сахабалар айтады. Онда бізге мына кісілер бірінші үш сұрағымызға жауап берсін дейді. Бірінші дейді, олар бізді осылай келіп алып кететіндей. Біз басыбайлы құл ма едік дейді. Біреудің құлдарымыз ба едік дейді. Сөзден сұрайды. Амр, не дейсің? Бұлар басыбайлы біреудің құлдары ма дейді. Аллахи жоқ. Бұлар текке шыққан жақсы бастары азат адамдар дейді. Онда екінші сұрайды. Біз осында келетіндей біреуге қатты қарыз ақша бар ма еді? Ана не дейсің дегенде? Жоқ, ешкімге Аллахи ақша қарыз жоқ дейді. Үшінші рет қайтадан сұрайды. Онда үшінші сұрағым. Біз бір адамдарды өлтіріп, біреудің қанын ағызып, осында қашып келдік па? Біздің артымыздан қуып келетін дейді. Не дейсің дейді? Аллахи ол ешкімнің қанын төккен жоқ бұлар дейді. Онда неге сендер біздің артымыздан қолап келесіңдер? Деп сұрақ қойды. Сол кездегі бағанағы айтады. Бұлар деген әке шешесін қарсы, әкесіне шешесін, шешесіне әкесі қарсы қойған. Ей, Негус дейді, яғни Нәжаши, сенің дініне кірген жоқ, біздің дінімізде жаңадан бір дін шығарды. Сөйтіп адамдарды бәрін бір-біріне қарсы қойды. Бұрыннан келатқан бір дәстүрдің бәрін бұзды. Сөйтіп араларының мемлекеттің ішінде ыдырата бастады. Сол үшін біз бұлардың нәрсесін доғаруға бел будық дейді. Сонымен Нәжаши айтады, бұлардың айтқандары рас па деген кезде, сендердің алып келген пайғамбарларың сендерді не бұйырады деп айтады. Сәнді және айтады, ей алдыма келген қауымым, Нәжаши айтады. Сендер маған қандай мақсатпен келдіңдер айтыңдаршы дейді. Сендер негізі саудагер емессіңдер. Және де еш нәрсені сұрамайсыңдар да. Сендердің жақында пайда болғандардың пайғамбарларың кім? Неге сендердің сәлемдерің елдердің сәлемдерінен басқаша деп сұрақ қояды. Сол кезде Жафар ибн Абу Талиб өте көркем түрде мәртебелі билеуші. Мен әуелі бағана үш нәрсені айтайын деп. Үш нәрсесін айтты Жафар ибн Абу Талиб. Онда айтады. Үш сұрағына жауап айттамаған соң Нәжаши одан сұрайды. Ей Амр ибн Ас, сен олардың сұрақтарына онда олардан саған не керек? Деп оларға сұрақ қояды. Сендердің діндерін тастап, неге біздің дінді қабылдамадыңдар? Қауымдардың дінінен шықсыңдар. Неме дінімді қабылдамайсыңдар? Сендердің діндерің қандай? Осы туралы айтыңдаршы
деп қайтадан сұрақ қояды. Хазірет Жафар айтады: ей билеуші, біз надан халық болғанбыз, өлексенің етін жейтінбіз, қыздарымызды тірідей көметінбіз, туысқандық байланысты үзетінбіз, ешқандай бай кедей дейтін өте үлкен салаларға бөлінгенбіз. Ешкім ешкімнің мал дүниесін алып кетсе де оны алдым деп есептемейтін. Әлсіздерді, әлжуаздарды байлар қорлайтын, бірақ та оны қорлыққа саналмайтын деп айтады. Ол пайғамбар Алла субхана тағала бізге дейді, арамыздан туылғанмен адалдығымен, тазалығымен, арлығымен, тектілігімен тайналған пайғамбар. Ол пайғамбар біз Алла тағаланың бар және бар екеніне, Алланың жалғыз екеніне құлшылық етуге, ата бабаларымыздың табынып келе жатқан өздеріне де ешкімге де пайдасы тимейтін пұттардан бас тартуымызға, көршілердің ақысын қарым-қатынаста жақсы болуды, жаман күнәлі істерден тартылуымызға, нақақтан қан төгуімізге, әртүрлі жаман істерден, өтірік айтудан, аманатқа қиянат жасаудан, жетімдердің мал мүлкін қол салудан, ары таза әйелдерге жала жабудан қайтарады. Бізге Алла субхана тағалаға серік қосуды, қоспай қосылық жасауды бұйырады деп айтады. Хазірет Жафар осыдан арғы былай жалғастырады: ал сізге сәлем берген себебіміз, оны біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қазіргі мұсылмандар бір-бірімізге сәлем еткендей сізге сәлем салдық. Бұл негізі сәлем жәннаттағы адамдардың бір-біріне сәлем екен. Яғни ассаламу алейкум деген тек жәннатта әрбір адам жүрген кезде осылай амандасады екенбіз бір-бірімізге. Ассаламу алейкум деп айтады. Хазірет Жафар одан тағы да сұрайды: сен Аллахтың жіберген бұйрықтарын аз болса да Құран-ы кәрімнен жаттағаның бар ма деп айтады. Жафар: иә, аз да болса бар деп. Осы жердегі 3-4 вариант бар. Біріншісі Мәриям сүресін оқыды дейді, екіншісінде Рум сүресін оқыды дейді, үшіншісінде Анкабут сүресін оқыды. Қалай болғанда да анау керемет аяттарды оқыған кезде Нәжашидің көз жасы сондай дейді, өзінің сақалын жуып кетті дейді. Онымен қосып жанындағы отырған уәзірлердің бәрін жүрегін сондай тебірентті дейді. Оның айтқаны хақ деп, және жанындағылардың бәрі бір аят тоқтай бітіп кетсе, тағы да оқыш деп айтты дейді. Жанындағыларını тағы да Құран-ы кәрімнен аяттарды оқыды. Ей Расулым, осы Құран кәрімге сенбес, уайым мен қайғыдан солардың артынан өзіңді де құртасың ба? Жер бетіндегілердің кеңдері, аңдары мен өсімдіктері, жер бетіндегілердің қайсының әрекеті дұрыс, қайсынікі және қалауларын тәрк еткен, сынап көрейік деп безендірдік. Үстіп айтқан кезде Амр ибн ас айтты: олардың Иса алейхисаламды бір құл деп білетіндігін Нәжашиге айтамын деді. Енді бұл жерде не болып қалды? Аны жеңіп бара тұр ғой. Енді сөйле Нәжашидің табынып жүргені Иса алейхисаламы ол бар болғаны Құдай емес, Алланың бір құлы деген нәрсені айтамын деп алдыға сол шығады дейді. Бұл туралы Мариям ұлы Иса алейхисалам туралы ауыр сөздерді айтады. Оларға адам жіберіп, Иса алейхисалам туралы не дейтіндерін сұратады қайтады. Мына кісі не дейді? Иса туралы осындай сендер айтады екенсіңдер ғой. Нәжаши Хазірет Иса алейхисалам туралы пікірлерін сұрау үшін мұсылмандардан қайтадан сұрақ қойды. Иса алейхисалам бағанағы мұсылмандар бір-бірімен ақылдасады. Егер қазір ол бізге Иса алейхисалам туралы сұрақ қойса, біз не істейміз деп айтады. Жафар ибн Абу Талиб айтады: Хазірет Иса туралы Аллах тағаладан не бұйырған болса, және пайғамбарым бізге не жеткізген болса, соны ғана айтамыз, өз ойымыздан ештеңе айтпаймыз дейді. Нәжаши айтады: сендер Мариям ұлы Иса алейхисалам туралы не айтасыңдар деді. Жафар айтады: біз Иса алейхисалам туралы пайғамбарымыздың бізге Алла тағаладан жеткізгенін ғана айтамыз. Ол Алланың құлы және расулы екенін, дүние мен ер адамдардан бас кешіп, тек хақ тағалаға бір көңілмен берілген абыройлы Хазіретті Мариямға Алла тағаладан жібергенін білеміз. Алла тағала Хазірет адамды топырақтан жаратқан секілді, Иса алейхисаламды да әкесі жаратқан деп айтамыз дейді. Яғни Алла субхана тағала кун фаякун такуин есім сипаты бар. Бір нәрсеге бол десе, оған себеп салдардың керегі жоқ. Адам алейхисаламды шешесіз, әкесіз алды да топырақтан жарата салды.
сол сияқты Иса алейхисаламды да керек болса әкесіз бол дей салды, бола салды деп айтады. Қалай адам жаратқан болса, Иса алейхисаламды да тура осылай жаратты деп айтамыз. Нәжаши жерге қолын созып бір шөпті алып ант етемін. Мәриям ұлы Иса сендердің айтқандарын артық ешкім емес. Арада мына шөп дейді айырмашылық жоқ деді. Сендердің айтқандарың рас, мынау дейді шөппен бағанағы сендердің айтқандай бәрі хақ, таза деп айтты. Нәжаши бұны айтқан кезде жанындағы қызметкерлері, қолбасшылар өз араларында сыбырласа бастады. Бұл не деген сөз? Нәжаши егер исламды қабылдап кетсе, жанындағы христиандар олар қиын болады. Нәжаши олар, сендер не дейсіңдер? Дей беріңдер. Ант етемін, мен бұлар туралы тек жақсы ойдамын деді. Сосын мұсылман мұхаджирлерге бұрылып, сендерді де және сендердің басшыларыңызды құттықтаймын. Мен оның Аллахтың елшісі екенін сендім дейді.